Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуал тудырып алайық. Яғни көңіл күйімізді көтерейік. Айналаға алақанмен жақсылықты шашайық. Сәттілік тілеп күлімсіреп біз сабақты бастайық. Кеудемізде күн күлсін, бізге шуақ нұр құйсын. Мейірімді жан өзіңнен көңіліміз жайнап құлпырсын. Дей отырып, біз өткен сабақта азот тақырыбын өткенбіз. Сол азот тақырыбын пысықтау үшін мынадай сұрақ. Азоттың реттік нөмірі қанша? Азоттың атомдық массасы қанша? Азот қандай тотығу дәрежелерін көрсетеді? Азотты кім ашты? Нитриттер деген не? Азоттың маңызды қосылыстары қандай? Азоттың сутекті қосылыстарының атауы. Азот табиғатта қандай күйде кездеседі? Ауаның құрамында азоттың мөлшері қанша пайыз? Азот молекуласында неше байланыс бар? Ерте кезде саудагерлер Египетте сауда жасап жүрген кезінде Амон-Ра храмының жанында бір түтіннің шығып жатқандығын байқайды. Бірақ ол не түтін екенін білмейді. Ары-бері өтіп жүргенде саудагерлер бір күні соған көңіл бөліп, қарауды өздеріне жөн көреді. Содан ол түтіннің жағымсыз иісінің бар екендігін сезетте оған нашатыр деген есім береді. Одан кейін нашатыр спиртімен белгілі болды. Қазіргі кезде мүсәтір спирті деп атайды. Аммонияк деп аталынды басында, қазіргі кезде аммиак деген атпен атау белгілі. Осы оқиғаға байланысты бүгінгі біздің тақырыбымыз аммиак және оның қасиеттері қолданылуы. Оқу мақсаты аммиактың қасиеттері мен қолданылуын түсіндіру. Бағалау критерийлері аммиактың қасиеттерін анықтайды, аммиактың қолдану жолдарын біледі. Аммиактың физикалық қасиетіне келетін болсақ, аммиак өткір иісті түссіз газ, ауадан 1,7 есе жеңіл, суда жақсы ериді. Яғни бір көлем суда 700 көлем аммиак ери алады. Химиялық қасиетіне келетін болсақ, бұл жерде галогендермен аммиак әрекеттесіп, аммоний хлоридін түзеді. Яғни аммоний тұздарын қышқылдармен әрекеттескенде аммоний тұздарын түзе алады. Сонымен қатар түтін шығарады. Бұл жаңағы отсыз түтін деп аталынады. Екі шыны түтікке аммиакты батырып, бір-біріне түйістірген кезде отсыз түтін пайда болады. Сол себепті аммиакты отсыз түтін деп те атаған. Аммиак медицинада көптеп қолданылады, яғни есінен танған адамды қайта қалпына келтіру үшін қолданылады. Тұрмыста аммиакты шынылардың бетін тазартуға, мақта маталарды ағартуға, сонымен қатар киімдерге түскен дақтарды кетіруге қолданылады. Аммиактың минералдық тыңайтқыштары, дәрі-дәрмектер, қопарылғыш заттар және азот қышқылы, нитраттар өнімдерін алуға да қолданылады. Сонымен қатар кейбір қасиеттері тоңазытқыш қондырғыларында да реагент ретінде пайдаланады. Тыңайтқыш ретінде де пайдаланамыз. Кім жүйрік? Азоттың массалық үлесін тап. Бірнеше азоттың қосылыстары берілген. Осы қосылыстардан азоттың массалық үлесін табамыз. Ішіне аммоний хлориді ұнтағын қасықпенен алып сынауға саламыз. Сөндірілген ұнтағын қасықпен алып сынауға саламыз. Сынауықтың аузын газ өткізгіштігі менен жауып, оны қисайтып қоямыз. Екінші сынауықты алып, оны оған газ өткізгішке төңкеріп жабамыз да, үстіне ішін мақтаменен тығындап жауып қоямыз. Және де спирт шамның көмегіменен жағамыз. Сол кезде бізде аммиак газы бөлініп шығады. Біз теңестіру үшін аммоний хлоридінің алдына 2, аммиактың алдына 2,
судың алдына 2 коэффициентін қоямыз. Тексеріп көреміз. Дұрыс. Формуладан бірдей тотығу дәрежелерін табыңыздар. Бірнеше қосылыстары берілген азоттың осы жерде тотығу дәрежелері бірдей қосылысты табуымыз тиіс. Ойлантап есеп шығарамыз, яғни 17 грамм аммиак түзілу үшін қанша литр сутек қалыпты жағдайда реакцияға түседі. Бүгінгі сабақты алған білімдеріңіз арқылы кері байланыс толтырамыз. Кері байланыс 3, 2, 1 деп аталынады. Яғни бірінші, бүгінгі сабақта алған 3 маңызды ақпаратты жазасыздар. Екінші, бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспектін жазасыздар. Үшінші, бүгінгі сабақта ұнаған бір әрекетті жазасыздар. Үйге тапсырма. Параграф 37, бірінші, екінші жаттығу 36 беттегі осы тапсырманы орындайсыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.